Есек көкпар бауырдың естелігі. Бала күнімізде көкпарға деген қызығушылығымыз шексіз еді. Тай болса тайға, болмаса есекке мініп ойнайтынбыз. Бәріміздің арманымыз бір күні нағыз додада серкені жұлып алып ауылды шулатып келу. Сол күндердің бір күнінде менің ауылдас бауырым, Шека бауырым лақап атымен, бәрі Шека деп жататын, Шека деп айтатын, жүрегі таза бала. Қыстың қақаған күнет, аяз жердің өзін қырт-қырт етіп жарғандай, тастай болып қатып тұр. Сонда ойыннан ешкім тоқтата алмады. Болатбек есек көкпар ойнайық деп тұр. Көңілін қимадым. 2-3 бала есекке мініп, қапқа қи толтырып, алма кезек тартылап мәз болдық. Ойын қызып, денеміз терлеп, бу бұрқырағанша шаптық. Шека бауырым қалпағын шешіп тастап, желдің өтінде шапқылап жүр. Басына киіп ал, суық тиеді дедім. Ештеңе болмайды деп күлді де ойынға қайта кірісіп кетті. Бірақ сол күлкі мен естіген ең соңғы күлкісі болып қалды. Кешке таман тоңып, ертеңіне сырқаттанып қалды. Ал бірер күннен соң өмірден өтті. Содан бері қыс келсе сол күн есімде түседі. Қар жауса сол қардың арасында Шеканың күлкісі естілетіндей болады. Есек көкпар ойнаған сол бір қыс менің жүрегімде мәңгі қалып қойды. Бала кездегі бір ойын, бірақ соның артында бауырымның ғұмыры үзілді. Кейде ойлайым, өмір дегеннің өзі де көкпар секілді шығар. Біреуі озып, біреуі қалып, біреуі мәңгі есте қалады.